Достар, сіздерге тағы да пайдалы ақпарат берекеден. Жалпы отбасы банктың қосымшасы, приложениесі дейміз, соны қалай скачать етіп алу керек. 3 частьтан тұрады. Бірінші бөлігі, екінші бөлігі, үшінші бөлігі. Егер екінші бөлік сізге керек болмаса, оны өткізіп жібересіз. Бірінші бөлік қараңыз, кіресіз, Google-ға кіресіз да, бар поискке кіресіз да. Мұнда кәдімгідей отбасы банк деп жазамыз. Міне, отбасы банк деп жазамыз. Міне, отбасы банк жазған кезде, міне, дәл мынандай отбасы банктың приложениесін скачать етіп аламыз. Арай тіркелейін десе, данныйларыңыз дұрыс емес деп шығып тұратын болады. Ол кезде қалай? Яғни сіздің жеке куәлігіңіздің данныйлары, немесе тағы да басқа бір мәліметтеріңіз, телефоныңыз дұрыс емес па, әлде жеке куәлігіңіз дұрыс емес па, әйтеуір отбасы банкта базада сіздің ақпараттарыңыз сәйкес емес. Вот сондай жағдайда не істейсіз? Кеттік. Мұнда поисковикке отбасы банк деп жазамыз. Міне, отбасы банк деп жаздық. Сосын міне мынандай белгісі тұрған отбасы банктың H8BK ресми сайтына кіреміз. Барлығын ноутбук, кәдімгі телефон арқылы жасаймыз. Кірген кезде кейбір телефондарда мына жерде телефон нөмірі несі тұрады, звонок тұрған сияқты болады. Егер ол жоқ болатын болса, оң жақта көрдіңіздер ме, міне мынандай закладка тұр. Соны видео звонок дегеніне басып қалсаңыз, көріп тұр ғой, видео звонокты басамыз. Одан кейін достар қараңыздар, выберите услугу деген кезге мында неше түрлі варианттар тұрады. Сіздікі изменение реквизитов болады, яғни сіздің данныйларыңызды өзгертеміз. Одан кейін мына жерде тұрған номер телефоныңызды, қазіргі актуальный смс келетін нөміріңізді, иіңізді, фамилияңызды жазасыз, атыңызды жазасыз, начать видеозвонок дейсіз. Әдетте видеозвонок басқан кезде сіздің алдыңызда 50 адам, 60 адам деп көрсетіп тұрады. Сосын дождаться ответа деген қайттан баса бересіз. Бір кезде ондан азайған кезде тез қосылып кетеді да, кәдімгідей сізге телефоныңызға оператор шығады. Оператормен тікелей сөйлесіп тұрасыз. Ол кезде қолыңызда жеке куәлігіңіз болу керек. Міне жеке куәлігім не бар? Менмін деп айтасыз. Міне мен Ерболатпын, жеке куәлігім бар. Мен телефонымды жеке куәліктерді ауыстырайын деп едім дейсіз. Оны сол жеке сізге ссылка жібереді, жаңағы удостоверениеңізді суретке түсіріңіз деген. Сосын сол удостоверениені бірінші суретке түсіріп алыңыз, сосын вложить етіп жібересіз. Сөйтіп жібересіз. Сізге телефоныңызға смс келеді, соны айтасыз. Бүкіл данныйлардың бәрін тексеріп, олар жасап береді. Соны жасап бергеннен кейін барып қана уже сізде базада данныйларыңыз бәрі тұрғаннан кейін не істейсіз? Сосын барып приложениеден регистрация. Мұнда вход деп тұратын болса, әлі сіз кірмегенсіз. Входқа кіресіз. Енді бұрын кірген адамдікі ғой бұл. Енді новыйдан адам кіреді, вход по логину, паролю болады да. И астында міне зарегистрироваться деген сөз болады. Бірінші рет егер сіз кіріп жатсаңыз, зарегистрироваться етесіз. Ал егер бұрын сіз тіркелген болсаңыз, онда телефоныңызды жазасыз, мұнда пароліңізді жазасыз. Қандай тіркелген кезде қандай пароль жасаған. Енді тіркелу үшін, қараңыздар, тіркелу үшін мына бәрін принять деп айтасыз. Мұнда иіңізді жазасыз, телефонды жазасыз, поштаңызды жазасыз. Одан кейін продолжить деген кезде сізге биоидентификация өту керек болатын болады. Ол кезде де кәдімгі оң қарап тұрып алдыға жыртасыз, оңға бұрыласыз, солға бұрыласыз. Жалпы соны өтіп алуларыңыз керек. Өтіп алғаннан кейін сізге пароль жасатады. Пароль жасатқан кезде латын әріптері болу керек міндетті түрде, цифр болу керек, ең құрғанда бір цифр. Латын әріптерінің біреуі үлкен болу керек, ең құрғанда бір үлкен, бір кішкентай әріптер болу керек, және бір символ болу керек, өзіңіз білесіз. Сөйтіп кемінде 8 символдан тұратын пароль болу керек достар. Сол парольді енгізіп болғаннан кейін қайтадан приложениеге кіріп, вход по логину, паролю дейсіз да? Вход по логину. Сосын телефоныңызды теріп, жаңағы жасалған пароліңізді жасасыз. Вход деген кезде сізге паскод сұрайды. Паскод деп отқаныңыз, анау кәсіпбиге кіргенде 4 нөмір бар ғой, 4 цифр. Соны 2 рет қайталайсыз, жаңадан өзіңіз тауып аласыз. Одан кейін кірген кезде, кейін кіретін кезде тек қана сол 4 цифрмен ғана кіріп жүресіз, бірақ жаңағы жасалған пароліңізді міндетті түрде бір жерге жазып, мұқият сақтап алып өйткені оның барлығы ертең өзіңізге керек болады. Міне осылай өзіңіздің толыққанды ақпаратыңызды, отбасы банктағы туралы ақпараттың бәрін көріп отыратын боласыз. Видео ұнаса, лайк қойыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттар жіберіп алмау үшін менің Instagram парақшама, YouTube каналыма, берекелі ереке TikTok парақшама бәрін жазылып қойыңыздар. Сосын пайдалы ақпараттар алып отыратын боласыз.